Осы бейнеде қызылшадан иммунитетті көтеретін салат дайындайтын боламыз. Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жеңіл салат дайындаймыз. Бұл қызылшаның адам ағзасына өте пайдалы екенін білесіздер. Бізге салатқа қажет заттар піспеген 2 қызылша қажет болады, яғни свекла қажет болады, және бізге оливка майы қажет болады, немесе сұйық май қоссаңыздар болады, және алма уксусы қажет болады бізге, натуральный түрі осындай, және жарты пияз, чеснок қажет, және лимон қажет болады. Лимонның суын аламыз. Ең бірінші біз пиязымызды осылай жартыға бөліп алып, жіңішке етіп турап аламыз. Пияздың жартысы болса да жарайды, себебі бір пиязды түгел қоссақ, ол көптеу болып кетеді. Ортасынан бөлгеннен кейін жуанып, бөлек ыдысқа салып, осылай барлық араларын ашып шығамыз. Үстіне енді алма уксусынан 2 ас қасық құямыз. Өте қатты толтырмаймыз. Үстіне енді қант қосамыз. Шай қасықпенен осылай көрсетілгендей қоссақ болады. Барлығын араластырып 10 минутқа бөлек қоямыз. Біздің пиязымыздың суы шығуы қажет. Енді келесі кезекте біз қызылшамызды карри салатына арналған осындай ұзынша етіп үкіштен өткізіп алатын боламыз. Свекламызды өткізіп болғаннан кейін үстіне чеснок қосамыз. Арнайы чеснокқа арналған осылай үкішпен өткізсеңіздер болады, немесе езіп алсаңыздар болады. 1 дана чеснок қостық. Үстіне аздап тұз қосамыз. Келесі кезекте біз лимон согын қосатын боламыз. 1 ас қасық лимон согын қосамыз. Осылай сығып алып, суын шығарып аламыз. Келесі кезекте біз оливка майын қосатын боламыз. Сізде болмаса оливка майы, сұйық майды қоссаңыздар болады. 2 ас қасық май құйдық. Үстіне енді жаңағы турап қойған пиязымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осы бейненің астында қыздар басқа да рецептілерді көре аласыздар. Тағам түрлерін және тәтті түрлерін, басқа да салат түрлері бар. Астына өтіп, басқа да видеоларды қарасаңыздар болады. Әр бейненің астына өзіне керекті қажет заттардың рецептін жазып қалдырдым. Сіздерге пайдалы тағам түрлерін ұсынуға тырысамын. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пайдаңызға жарасын.